Тазалық патшасы. Бір күні кішкентай ермек ұйқыдан тұрды да, төсегін жинамай, бетін жумай, шашы қобырап, киімін қалай болса солай киіп алды. Сол күйі ас бөлмеге тамақ ішуге жүгіріп кетті. Көрпесі ермекке қарап айтты: «Сен бізді ластай бересің, үстімізді шаң қаптаған». Сүлгілер де шулады: «Біз сенің кір қолынан шаршадық». Ал кішкентай жейде мен шалбар да ренжіп: «Бізді жумайсың, үстімізге дақ түсірдің, біз басқа үйге кетеміз». Сөйтіп, көрпе, жастық, сүлгі, жейде, шалбар бәрі де тырс-тырс етіп бөлмеден шығып кетті. Ермек аң-таң болып арттарынан жүгіріп шықты, бірақ ешқайсысы тоқтамады. Дәл сол кезде бөлмеге жарқыраған бір мырза кіріп келді. Қолында сабын, шелегінде мөлдір су. «Сәлем, ермек», деді ол күлімсіреп. «Мен тазалық патшасымын. Сен жуынбай, киімдеріңді жуғызбай, үсті басыңды кірлетіп қойғандықтан достарың қашып кетті». Тазалық патшасы шелегін сылдырлатып, сабынды көпіршітті. «Қане, қолыңды, бетіңді, мойныңды, құлағыңды жу, киімдеріңді де реттеп, таза күйде ки». Ермек ұялды, бірақ келісіп, сабынды алып, бетін, мойнын, құлағын жуып, киімдерін тазалап, үстіне ұқыптап киді. Айнаға қарағанда өзі тап-таза, жарасымды бала болып шыға келді. Сол сәтте көрпе, жастық, сүлгілер, жейде, шалбар қайта оралып, шаттана айқайлады: «Міне біздің сүйікті таза досымыз». Содан бастап ермек әр таң сайын тұра сала жуынады, киімдерін таза ұстайды, төсек орнын жинайды. Ал тазалық патшасы әрдайым жанында жүріп, «Тазалық нағыз батырдың қаруы» деп еске салып тұрады.